Ақшасы көп адам болу почти барлық адамның арманы. Өзіңнің яхтаңды, өзіңнің аралыңды или қымбат автопаркты, немесе үлкен үйлеріңді, коттедждерің толып жатса, рахат емес пе? Иә. Бірақ бұндай заттарды тек байлар ғана алады. Менің бір танысым болды бұрында. Қазір онымен сөйлеспейміз, бірақ бұрындары сөйлестік. Менің просто танысым, досым емес, жай танысым. Ол өте арзан тамақ жейді. Арзан тамақ жейді дегенде ол кәдімгідей мықты арзан студент сияқты тамақ жейді. Және киімдерді тек қана акция болып жатқан кезде, распродажа болып жатқан кезде сатып алады. Үйі дейтін слишком уж кішкентай және адам тұратын үй емес, шыны керек. Бірақ оның мерседесі бар. Кәдімгі жер планетасындағы 50% адам армандайтын мерседес бар. Және менің танысым ол мерседеске үлкен кредит төлейді. Және всегда экономить етіп жүреді сол кредитті төлеу үшін. Және оның түрі де уже кетіп қалған, тамақ дұрыс ішпеген. Еще оның киімі де мықты арзан. Және не үшін мерседесті сатып, сол мерседестің ақшасына мықты бір күшті үй алып, және нормальный киім сатып алып, дұрыс тамақ жеп, одан кейін дұрыстап жұмыс жасап, одан кейін жаңағы мерседестің кредитін аяғына дейін төлеуге болады ғой. Бола ма? Болады. Бірақ оған тек мақтаныш керек. Ол менің танысым тек мақтанғысы келеді. Ақымақтық па? Күлкілі ма? Иә. Маған күлкілі, сіздерге де күлкілі шығар, бірақ оған күлкілі емес. Көбінесе бай адамдар, кәдімгідей жаңағы таныс емес, шынымен бай адамдар эгоист болады, қызғаншақ болады, және оның сөйлесетін адамдары өте аз. Себебі ол тек өзі сенетін адамдармен ғана сөйлеседі. Және олардың балалары да дәл сондай болып өседі. Және олардың балалары дәл сондай эгоист, бірақ ақымақ болады. Кәдімгідей тупой ақымақ болады. Көбінесе ақымақ, және оларды алдау просто оп-оңай. Бірақ кейбір жақсы бай адамдар болады. Олар мақтанбайды, ондай көп айтпайды ештеңе өзінің өмір туралы, серьезно кәдімгідей, просто өз-өзімен кайфпен жүрген адамдар болады. Міне ондай адамдар бірақ аз. Олар больницалардағы балаларға көмектеседі, және детдомдағы балаларға көмектеседі, киімдерін алып беріп, или тамақтарын алып, соған ақша беріп. Және бұл өте жақсы. Сонда айтқым келгені, бұл ең алдымен біздің айтып отқан олигарх ең басында қандай адам болғаны маңызды. Мысалы, ол туылғаннан бері олигарх болуы мүмкін, егер оның әкесі бай адам болса. Және біреулер болады, маңдай терін төгіп ақша тапқан, солай байыған адамдар болады. Әр заттың бағасын түсінетін адам болып шығады. Міне, осындай видео болды. Бұл видеоны түсіргім келгені соншалықты сіздермен сәлемдесуді ұмытып кетіппін. 1,5 миллион теңге ай сайын атты менің өмірімдегі 18-ші курс. 18-ші курсым бұл қазір сатылып жатыр. Және оны сатып алу үшін мына почтаға жазыңыздар. Бағасы 2500 теңге. Тек сіздерге ғана арналған. Бұл курс туралы тек сіздер білесіздер. Менің алдыңғы курстарымды мен көп жерлерде реклама жасап, сөйтіп пайдасын тауып жүрсем, бұл пайда тапқанға арналмаған. Яғни мен қазір точно басқалар сияқты реклама жасап, оның бағасын шығарып алуыма болады. Бірақ жоқ.